Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге чесночный хлеб жасайтын боламыз, яғни духовкада жасаймыз. Дәл осылай қытырлақ, өте керемет болып шығады. Духовкада небәрі 5-10 минутта дайын болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, кез келген тағаммен өте күшті үйлесетін болады. Бізге осындай батон нан қажет болады. Негізі кез келген бөлкен нандарды, үлкен нандарды да қолдануға болады. Бірақ дәл осынан жегенге де ыңғайлы, дастарханға ұсынғанға да өте әдемі көрінеді. Сол себепті дәл осындай батон нандарды алып, осылай бөлшектерге бөлеміз. Қатты қалың немесе қатты жұқа етпейсіздер. Содан соң бізге сары май қажет болады. Көп ингредиенттің керегі жоқ. Сары май және де бізге аскөктен укроп қажет болады, және де сарымсақ. Осы 3 ингредиентті бірге араластыратын боламыз. Укропты өте ұсақ етіп турап аласыздар. Сары майдың үстінен салып, және де 2 немесе 3 тісше жасаған нандарыңызға байланысты. Егер азырақ жасайтын болсаңыздар, 1 сарымсақта жетеді. Осы сарымсақты салып, үшеуін бір келкі болғанша жақсылап араластырып аламыз. Өте керемет дәм береді. Міндетті түрде сіздерге жасап көруге кеңес беремін. Осы сәтте духовкаларыңызды алдын ала қыздырып қойсаңыздар болады, 200 градусқа. Міне біздің массамыз дәл осылай болып шығу керек. Енді жаңағы турап алған нандардың үстіне осыны жұқа етіп жағып шығатын боламыз. Барлық нандардың үстіне дәл осылай жағып, барлығын противенге орналастырып шығамыз. Құрметті көрерменім, менің каналымда көптеген оңай, дәмді, қарапайым рецепттерді таба аласыздар. Сол себепті егер менің каналыма тіркелмеген жаңа көрермен болсаңыз, каналыма міндетті түрде тіркеліп алыңыздар. Видео ұнап жатса лайк басып, төменге пікір қалдырып кетуді ұмытпаңыздар. Міне барлығын жайғастырып алдық. Енді духовкаға қызарғанға 5-10 минутқа қалдырсаңыздар болды. Пешке қарап отырыңыздар, міндетті түрде өте тез дайын болады. Шамамен 5 минут шамасында. Осылай кішкене қызарғаннан кейін алып, тарелкаға салып ұсына берсеңіздер болады. Әсіресе сұйық тамақпен ұсынсаңыздар керемет болып шығады. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Менің балаларым жиі жасауымды сұрайды. Дәмді болған соншалық бір отырғанда тауысып тастаймыз. Міндетті түрде жасап көріңіз.